Армысыздар ардақты ағайын, қадірменді Қазспорт арнасының көрермендері, бұл әдеттегідей доп-дода бағдарламасы. Бүгін жаңа жылдық санымызда Қазақстан футболының 2020 жылы өткен қызықты оқиғаларын бір есімізге салып, сол қызықты сәттерді бірге талқыласақ, және келесі 2021 жылы нендей өзгерістер болады, соның барлығын осы ортада сіздермен бірге әңгімелесек деген ойымыз бар. Ендеше сол үшін біз бүгін студияға қонаққа жайдарман ойындарының жүргізушісі Есен Елеукен мырзаны шақырдық. Қош келдіңіз. Қош көрдік. Енді мынау жалпы 2020 футбол жылы өте бір ерекше өтті, карантин, коронавирус болды дегендей. Жалпы қалай өтті деп ойлайсыз осы биылғы жылдың футболдары жалпы? Негізі бұған дейін енді карантин болмаған кезде Қазақстан футболын толықтай көрмедік. Негізгі лидерлердің ойынын ғана тамашаладық. Биылғы жылы енді Қазспорттың басшылығына, жалпы Қазспортқа алғысымызды білдіреміз. Чемпионаттың бір 90% ойындарын көрдік. Мысалы үшін біз бұрын кейбір топтар туралы толық білмейтін едік. Оқ-жетпес болсын, Қызылжар, Каспий деген солардың барлық ойындарын көрдік. Сосын жалпы ол жердегі футболшыларда өздерін көрсетіп атқан сезінді ме, кейбір ойындар кәдімгідей қызықты өтті негізі. Жан алысып, жан беріскен. Жан алысып, жан беріскен. Содан кейін тағы бір ерекшесі, енді бұрын мысал үшін лидер екі команда Қайрат пен Астананың арасында, сосын үшінші орынға талас еді ғой. Ордабасы мен Тобыл арасында. Иә. Биыл мысал үшін мына екінші, үшінші орынға бір екі-үш команда емес, 4-5 немесе 6 команданың арасында кәдімгідей бәсеке өтті. Тек соңғы жағында жаңағы кейбір командалардың енді күш қуаты жетпей қалды сол жағынан. Сондықтан да мысалы бұрын чемпион болып үйреніп қалған көзімізге үйреніп қалған Астана, мысалы үшін Қайсармен ойнаса да, Жетісумен ойнаса да, Тобылмен ойнаса да, ол жерде жеңіп кетеді деген әңгіме болмайды. Қайта керісінше жеңілуге себеп болатын көбірек болды. Сол жағынан қызықты болды. Сосын енді Европа кубоктан мәнді ойын көрмедік. Ұлттық құраманың жағдайын өздеріңіз жақсы білесіздер. Өткенде жаңағы екеуміз осы жерде отырып, айтып, ойбай ұту керек деп кетіп, артынша үйге барам дегенше гол жіберіп қойып, ұтылып қалдық. Иә. Сонымен көп көрермендер ренжіп жатыр. Кешірім сұраймыз. Келер жылы мұндай жаңалық болмайтын шығар. Иә, ұлттық құрамамыз енді келесі жылы бізді қуантатын шығар. Оның үстіне Франция, Украина, Босния секілді құрама командалармен кездесеміз. Астанада, жалпы Алматыда Қазақстанға Килиан Мбаппе, Гризман, Поль Погба сияқты мықты атақты ойыншылар. Қазір біреулер уайымдап жатыр, Гризман келе ме екен, келмей ме екен де. Ол қандай ойын болады деген әңгіме жоқ. Ұлттық құрамамыз жеңе ме, жеңбей ме, абыройлы өнер көрсете ме деген сауал жоқ дейсіз. Енді жалпы осы Қазақстан футболына осындай топ, жұлдызды футболшылар бұрыннан келіп жүр ғой енді. Сіз өзіңіз есіңізде қай футболшыны айтар едіңіз жалпы? Қазақстанға Томас Мюллер де келді, Бекхэм де келді. Өзі тірідей көзбен былай жақын маңнан ешқайсысын көрген жоқ. Көрмедіңіз бе? Иә, мен тек ана есімде қалғаны Германиямен болған матч түнгі 12-де болды ғой. Иә. 22 наурыз күні. Иә, сол кезде әйтеуір барып көрдік және жаңағы стадион бәріміз айқайлап жатырмыз, енді белгілі ғой жағдай. Бірақ сол кезде біздің қасымызда алғаш рет футболға келген бір топ қыздарды көрдік. Қолдарына мұндай не жалған, ол кезде ана кім Месут Өзіл ойнайды ғой. Сол Өзіл деп жазып алған. Ол әнші деп ойлап қалған болуы мүмкін. Енді ондай жаңағыдай әлемдік деңгейдегі футболшылар келсе, біздегілер ол футбол емес, соларды көру үшін баратын жағдай болады. Сондай жағдай болып жатады. Ал енді биылғы чемпионатымыз алғашқы 5-6 туры қалыпты жағдайда өтті, кейіннен үзіліп барып қайта жалғасты, бір тоқтап қайта жалғасты. Сөйтіп әйтеуір чемпионатымызды аман есен аяқтағанымызға қуаныштымыз. Мына енді алғашқы турдан кейін ертістің ойнамайтын белгілі болды ғой, жағдайға байланысты. Алаңда 11 футболшы болса, Қазақстан чемпионатында да 11 не ойнады, команда ойнады. Сосын енді былай жалпы бәрі бір жерде өткеннен кейін ыңғайлы спорттық трансляция ыңғайлы кезеңдерде өтті. Сонымен қатар енді мына соңғы ұлттық құрамамыз ойнағаннан кейін 3-4 турды асығыс үстігіс әйтеуір бітіре салу болды. Бірақ дегенмен қызықты өтті. Маған ұнады. Келер жылы көп шығын қылмай, ақыры стадионға көп адам жиналмайды. Осындай бір жерде топтастырып
ұйымдастырса өткізе берсе қалай болады екен? өткізерсе болады дейді. Келесі жылы чемпионатымыз Шымкент қаласында өтеді деген сияқты ма? Шымкент пен Таразда өтсін дейсіз ғой. екеуі жазда. Әзіл ғой енді. Иә, жақсы нұсқа екен бір жағынан. Мына енді бірінші лиганың командаларына биыл менің ойымша тиімді болды. Ары бері ұшып жүргенге жолға шығын жаратпайды, қонақ үйге көп ақша жаратқан жоқ. Павлодарда, Алматыда, Шымкентте 3 қалада өткізіп жіберді. Ескеретін нәрсе екен. Ал енді осы ортада Қазақстан чемпионаттарында биыл салынған голдар көп болды. Өте біршама гол салынды. 200-ден астам. Сол голдың ішінде топ үздік голдарды іріктеп алдық. 4 голдың видеосы бар екен. Қазір осы жерде режиссерларымыз қоссын, соның ішінен сіздің пікіріңізше бір үздігін таңдайық. Қазір енді бірінші кезекте Асхат Тағбергеннің голы, мұнайки Қостанайдың тобылына қақпасында алыстан салынған гол. Жалпы мынау сауалнама бойынша Кәсіпқой футбол лигасының сайтында жарияланған осы гол үздік деп танылыпты. Одан да бөлек мынау Альвин Фортесті көріп тұрсыз, 94-ші нөмірдегі. Осы футболшының да голы қазір тізімде бар. Мына енді ғаламат соққы, алыстан, тура орталық алаңның сәл асып барып тепкен. Доптың да траекториясын көріп отырсыз. Жалпы Асхат осы чемпионатта негізі Қызылордада кәдімгідей лидер екені белгілі болып, дараланып, жақсы ойнады. Бір жауапкершілікті сезініп, жақсы ойнады. Нағыз капитан екенін көрсетті. Сонымен қатар бізде Айдос Тәттібаев деген футболшының голы бар. Өте бір әдемі, тәтті гол соқты деп айтсақ болады. Қақпаштан асырып жіберді әдемі. Бұл Астана қақпасына салып отыр. Осы голды Айдос Тәттібаевты биыл ашылды деп айта аламыз. Жақсы өз-өзін көрсетті. Мына жерде ешқандай офсайд болмаған, байқап отырсыздар. Және қақпашы төбесін әдемі қоя салды мінекей. Ненат Эрич. Бізде кейбір футболшыларымыз анау келе жатып, соңына шейін алдайды ғой. Алдамай бірден қақпаға бағыттаған. Әдемі гол. Төбесін көтере салды. Техниканың аты техника, мінекей тамаша кетті. Және одан бөлек Элвин Фортес деген Қайсардың жаңа айтып өттім, ойыншысы бар. 14-ші нөмірдегі. Голы, Жетісу қақпасына соққан голы. Мына жерде алдап өтіп, біреуін алдады да 9-қа таш еткізді. Оның үстіне қақпа маңдайшасына тиіп, жерге түсіп отыр. Ондай голдар үнемі әдемі болады көрген көзге. Кейде сол қақпаға соғып, сызықшаға өтпей кейін кетіп қалады ғой. Кететін де жағдай бар. Әттең деген. Баяғына Фрэнк Лэмпорттың голын санамай қойып еді ғой, білесіз, Германияға соққан. Сол сияқты болды ғой. Мына жерде енді қақпаға енген, ол ішінде жатыр, мінекей торға да тиді. Өзіңіз енді қараңыз енді, қайсысы әдемі, қайсысы көңіліңізге ұнайды. Және тағы да бір 4-ші гол бар бізде. Асхат Тағбергеннің тағы да сол Қайсардың ойыншысының алыстан тепкен голы. Бәлкім сол әдемі шығар. Ордабасының қақпасына соққан екен. Мінекей допты қабылдап алды, ортаға қарай ойысты, сөйтті де сылт дегізіп, мінекей 9-қа қоя салды. Мінекей керемет жойқын соққы, әдемі. Енді қалай ойлайсыз енді? Бұл жерде енді меніңше сол жаңа бірінші гол, Асхаттың тобылға салған голы, өте әдемі сәті шыққан, алыстан. Мына жерден де алыс болды ғой, түсінікті дейсіз ғой. Иә. Сондықтан сол голды таңдаймыз. Сонымен Қазақстан чемпионатының үздік голы, мінекей Асхат Тағбергеннің еншісінде. Мынау екінші голдың өзі шын айтуымыз керек, ол да әдемі. Бір шеберлік деп. Бұның бәрі тәжірибемен келген нелер ғой. Сонымен қатар енді Асхат Тағбергенді биылғы чемпионаттың үздік жартылай қорғаушысы деп айтуға болатын сияқты менің ойымша. Өте керемет ойнады. Ал енді Қазақстан чемпионатында биыл 12 гол соққан үздік шабуылшы бар. Ордабасының. Ордабасының шабуылшысы бразилиялық Жауа Пауло. Онымен енді аса қатты ешкім дауласпайды. Ол түсінікті, 12 гол соқты. Кейде жалғыз өзі барып шешіп кеткен голдары болды. Кәдімгідей ешкім күтпеген әдемі голдар болды. Ордабасының. Өкінішке орай бола ма, өкінішке қарай бола ма, енді Ордабасының жанкүйерлері ренжісін, ренжімесін, биыл енді шында да соңғы ойындары Ордабасының көңіл көншітпеді. Сондықтан мен кейде жаңағы Шахтердің 4-ші орын алған дұрыс па деп қалдым. Біз жаңа серпін енгізетін шығар, оның үстіне жаңағы жаттықтырушысы да өзі бір беті қараған жақсы жігіт. Шахтердің Константин Горовенко, Жамбылдың тумасы, сол бір жаңалық енгізетін шығар.
Енді сол мына Ордабасының матчы туралы ойынның сүреңсіз екендігін айтып отырсыз ғой. Осы Қазақстан чемпионатында бір матч болды. Өте сүреңсіз ойын болды. Енді 0-0 болып аяқталғанымен қоймай. Енді кейбір матчтар болады ғой, 0-0 болғанымен. Бұрыштама, соққы деген жағынан. Соны қазір Қызылжар мен Ордабасы арасындағы ойынның статистикалық мәліметтеріне көз жүгіртейік. Бірінші таймнан кейінгі болған оқиғалар Қызылжар командасының статистикалық мәліметі. Бірінші таймнан кейін соққы 0, қақпаға дәл бағытталған 0 түсінікті, бұрыштама 0, офсайдта 0. Сары қағаз, енді қызыл қағаз 0 түсінікті, тәртіп бұзуы да бір-бірден. Ордабасыныңкі де бір қатты бір керемет емес. Соққы 3 екен. 3 соққысы бар, оның біреуі де дәл бағытталмаған. Бұрыштама 2 екен, 2 оң жағынан сол жағынан бір берген шығар. Мынау енді қаншама 0 көріп тұрсыз, мына жерде есептің өзі. Толеранттық деп қабылдады. Толеранттық, сыйластық дейікші. Сыйластық. Екеуі де не екен енді, былайша айтқанда. Бейбіт сондай ымырашыл команда. Біреуі оңтүстік, біреуі солтүстік қой. Екеуі екі жағынан бір тең ұстағы сыйлаған шығар. Солай, мысалы үшін Қайсардан ұтылып қалғаны кәдімгідей анадай бюджетпен, анадай футбол енді шын айтайын, кішкене қарын аштырады. Ал енді мынау Ордабасының енді жағдайын түсінікті талқылап айттық. Қызылжар командасында шамамен бір осындай сүреңсіз жабық матч ойнайтын, көп шабуылға бара бермейтін, ең бастысы қақпамызға гол жібермесек болды деп сөйтіп жүретін команда екенін байқап қалдық. Енді тағы да мынау Қазақстан чемпионатында бір айта кететін жайт, қызықты оқиғалар орын алып жатыр. Неше түрлі жаңа голдар салынды Асқат Тағыбергеннің. Енді біз Қазақстандағы осы үздік ойыншы, өткен жылы енді Марин Томасов атанды. Ол енді даусыз Томасов жақсы ойнады. Енді биыл кім деп ойлайсыз енді? Биыл енді мен өз ойым енді ол чемпион командадан болу керек. Биыл Қайраттың чемпион болған мен өз басым қаладым. Енді бұрынғыдай ойындар жоқ болмаса да чемпиондыққа лайық тек бірден бір Қайрат болды. Осы Қайраттың құрамында, Қайраттың мектебінен өткен 2-3 футболшы бар, солардың бірі осы Айбол Әбікенді атар едім. Білмеймін енді оны футбол сарапшылары өздері бағасын бере жатар, бірақ сол Айболдың жаңағы ұлттық құрамадан орын алуы, ол өз-өзін ұстауы, талай сұхбаттарын көріп жүрміз, әдемі сөйлейді, ойлы сөйлейді, ойын жақсы жеткізеді, әңгіме әдемі сөйлеуді емес, ойына да қарайды. Сосын жаңа кеше ғана Албанияға соққан добы, ол енді есептеп, сол сәтте сондай бір әдемі гол соғып тұр ғой. Оның өзі де еңбекқорлық. Енді ол жерде Гафуржанды айтуға болады, Нұралынды айтуға болады. Бірақ сосын жаңағы енді менің жерлесім бар, Абат деген жігіт, бір ұлттық құрамаға да гол соққан, және Қайратта да көсіле шапты. Енді Жоудың екінші орында тұр ғой енді. Сол осы 2-3 жігіттің біреуі, бірақ енді мен кішкене Айбол деп айтар едім. Мен өз ойым, болашаққа кішкене бір мен шешпеймін ғой енді, бірақ енді биыл жалпы үздік футболшыны атады ма биыл? Жоқ, әзірге атаған жоқ енді нақты. Келер жыл айтатын шығар. Жыл сайын жаңағындай бір коронавируске байланысты ғой, енді марапаттау рәсімі де әлі әзір болған жоқ. Жалпы сондай болды. Ал енді мынау жаңағы сіз Нұралы Әліпті айтып қалдыңыз, бәлкім үздік қорғаушы деген кезде Нұралы Әліпті айтатын шығарсыз? Иә, Нұралы енді ол. Сосын жалпы біздің ұлттық құрамада негізі қорғаушылар өте үлкен проблема ғой. Сосын көбінесе осы қорғаныста, командаларда көбінесе легионерлер ойнайды. Бізде де бір-екі жаңағы біздің азаматтықты қабылдаған бір-екі жігіт жүр, одан басқа вариант жоқ деп енді осы Нұралы секілді жігіттер өсіп шықса, неге оны жақсы деп атамасқа? Ал енді біз жаңа Нұралы Әліпті қорғаушы деп танысақ, үздік ойыншыны Айбол Әбікен десек, жартылай қорғаушыны Асқат Тағыбергенге беріп отырсыз, шабуылшыны Жоао Пауло, түсінікті. Енді қақпашы мәселесін тоқталайық. Қақпашы мәселесінде Қазақстан кәсіпқой футбол лигасы сауалнама өткізген, оны анықтапты. Үздік қақпашы Мокин болды. Тобылдың жігіті біраз матчтарда доп жіберген жоқ. Енді тәжірибелі қақпашы ғой, былайша айтқанда. Құрамада да тұрды, ұлттық құрамада. Сондықтан да лайықты. Сосын кеше бір ұлттық құрамаға шақырған соңғы ойында Тараздың
жас бала жүр. Мұхамеджан Сейсен. Иә, ол жігіт те көп топ жібермеген дейді. Енді ол жігіттің болашағы алда. Бізде анау кейде бір жақсы, шамалы жақсы көрінген бір командаларға болашағынан зор үміт күттірер деген номинация береміз да. Бұл жігіт соған лайық негізі. Кейде сол зор үміт күттіретін жігіттеріміз зорығып кете ме, жоқ әлде әйтеуір көрінбей кетіп жатыр. Жұлдыз ауруына шалдығамай тұр, түсінбей қалды. Иә, енді барлығы сол Жамбылдан шығады ғой. Ол жігіт әлі енді қанша дегенмен жаңағы көпшіліктің жаңағы қолдауы бар. Біз енді қатты асырып жібереміз, қатты батырып жібереміз, қатты асырып жібереміз. Сондықтан да орта ұстау деген кейде бізде болмай қалады. Енді оны қабылдауға да байланысты. Ол жігіттен де көп үміт күтемін. Енді кім туралы айтып отқан біліп отырмыз ғой. Еңбектенсе таланты бар. Әлбетте. Биыл өте тамаша сейфтер жасады. Мокимен бірдей 10 шақты матчта гол жіберген жоқ. Өте тамаша тұрды. Және осы жақында отау да құрыпты. Мұхамеджан Сейсен құтты болсын дейміз. Айболда Айбол әбікенді бәрі биыл чемпионаттың бітуін күтіп отқан екен ғой. Карантинді пайдаланып, бәрі тек беташармен шектеліп отқан шығар. Білмейміз енді нақты. Шын айтқанда, тағы да енді бізде бір номинация қалып отыр ғой. Бұл енді чемпионатымыздағы 11 клубтың ішінде үздік бапкерді анықтауымыз керек. Енді Қайраттың бас бапкері Шпилевский мырзаны таңдауыңыз мүмкін. Енді ұсыныс айтып жатыр, жанкүйерлерге биыл ұнаған бапкерлер. Ол жаңа Каспийдің бас бапкері Сыржан Благоевич. Онада енді Шахтерді Еврокубокке алып шыққан жас бапкер Константин Горовенко және осы Қарашайды үздік бапкерлердің бірі болып жүрген Григорий Бабаян. Тобылмен енді биыл күміс жүлдегер атанып отыр ғой, қанша дегенмен. Енді осы уақытқа шейін бәріміз біраз әңгіме айттық. Бұл қалай, мамасының баласы, анау-мынау деген біраз әңгіме болды. Енді бұл жерде жалпы биылғы мына чемпионаттың барлығы Алматының маңында болғаны Қайратқа көп көмектесті деген әңгіме болып жатыр ғой. Бірақ дегенмен Шпилевский негізі біраз еңбектенген сияқты. Сосын жалпы енді мына Астананың басында болған жағдай биыл 3-ші бапкер ауысты. Солай ғой, 3-ші бапкер ауысты. Сосын жалпы бапкермен кейбір ойыншылардың арасында қарым-қатынасы дұрыс болмай, Астананың ойынына да кедергі жасады деген әңгіме болды. Мен негізі Горовенкоға ішім бұрады енді, сол кісіге бүйрегім бұрады, ішім деппін ғой, бүйрегім бұрады. Қазақстанның енді өзіміздің бала, өзімізде шыққан кішкене жаны шеттен сияқты. Бірақ Қайраттың енді Шпилевский биыл енді кішкене Еврокубокта да жеңіліп қалса да, бірақ дұрыс ойынын көрсеткен Қайрат. Және Қайраттың академиясында өскен балдарға көп үміт артты биылғы жылы. Сондықтан да сол Шпилевский шығар. Енді оны анықтай жатар. Дұрыс, бұл пікіріңізбен келісуге болады. Әлбетте Қайратты чемпион қылды, 16 жылдай уақыт ұзақ күткен деп жаңағы айтып жатырмыз. Сөйтіп чемпиондыққа қол жеткізді. Енді мына Қазақстан чемпионатында Каспий командасына байланысты бір қызық оқиға болды. Әсіресе бір Каспий сапында енді қазақ жергілікті футболшылар көп ойнады. Руслан Жаныспаев деген футболшы чемпионаттың соңында бір әлеуметтік желіде, Инстаграмда танымал болып кетті. Сол Руслан Жаныспаевқа байланысты бізде бір видео дайын екен. Режиссерларымыз осы ортада қосып жіберсе, көрейік. Бұл жігіт несімен танымал болды. Есіме түсті. Каспий мен Шахтер арасындағы матчта болған оқиға. Ойының соңында Михаил Бакаевты білесіз ғой, бұрыннан бері. Сол Михаил Бакаевты мінекей жамбасқа лақтырды осы жерде. Жамбасқа жоқ әлде қылқындыру әдісіме Русланға кішкене. Михаил өзі Қайратта ойнаған кезде де бір әркімге бір тиісіп, мына дайындық барысында сол енді үнемі ерегіс бақтық. Біздің шалдың баласы дейді ғой, жалпы Маңғыстауда шалдың баласы дейді ғой. Сол әрі-бері сөздер ұнамай қалған шығар, өтіп кеткен шығар. Бұл әрбір тентекке өзіне лайық тентек табылады ғой. Қараңызшы. Енді әне жерде де Михаилдікі де дұрыс емес қой, әдейілеп келіп аяқты салып жатыр әне. Мінекей, масқара кәдімгі.
Қазақ барысына қатысу керек шығар бұл жігітке бәлкім. Бәлкім, бірақ дегенмен енді Михаил біліп жүреді, жұрттың бәрі оған қарсы шықпайды емес, қарсы шығатын жігіттер бар екенін біліп жүреді. Қазақтың даласында да. Кезінде бұған азаматтық бердік, ұлттық құрамаға да мүмкіндік бердік, бірақ бір айқай шығарып жүретін жігіт енді негізі. Сол кезінде Қайрат сапында жүргенде ол қазақстандық ойыншы болды ғой енді. Кейін Ресейге барып қазір Ресейдің азаматы қазір. Бірақ бәрібір легионер емес енді, өзіңіз білесіз, Еуразиялық ынтымақтастық одағы. Осыған түсінбейміз да, бір ойыншы бір жыл бұрын қазақстандық болады, бір жылдан кейін қайтып келеді, ол ресейлік болады. Бұл шын айтқанда алдымен біздің федерация басшылығы, жалпы біздің өзіміздің кішігірім, өзіміздің футболға деген, өзіміздің жаңағы елімізге деген құрметтің аз болуы деп қабылдаймын. Негізі шынымен ұлттық құрамаға жанашып бір құрмет тұтатын болсақ, бүйтіп келіп кетіп ойынына келген жасайтын футболшылар аз болар еді. Сосын кейде мына әсіресе биылғы жыл жаңағы чемпионаттан шығып қалған басқа да клубтарды қарайсың. Бір екінші лигадағы, бірінші лигадағы, тіпті екінші лигадағы ресейлік чемпионаттағы ойыншылар келіп жатады. Бұның бір одан да неге өзіміздің футболшыларды, жастарды алып келдің ба? Нағыз мықтыларды алып кел. Оған жағдай жетеді ғой. Иә, әлбетте. Әйтпесе өзіміздің Руслан Жаныспаевтар да жеткілікті қазақ даласында, соларақ ойнай береді, жасыл алаңда күресе береді дейсіз ғой. Енді тағы да бір осы жерде бір қызықты голды ұсынғым келіп отыр көрермендерге. Біз енді бағана үздік голды таңдадық. Ал маған ұнаған тағы бір гол бар. Осы гол Қайрат пен Жетісу арасындағы матчта салынған екен. Бұл голдың авторы Ғафуржан Сүйімбаев немесе Стас Покатилов. Кімге бұйырады екен енді осы жерде. Қараңызшы, қандай тамаша гол. Бұл жерде гол салмады деп ойладыңыз ба? Иә, осы матчта алғашқы екі голдың екеуі де бір ыңғайсыз голдар. Мүмкін хайп іздеген шығар. Мынау енді Ғафуржанның Белоруссия қақпасына өзіміздің қақпамызға қарай доп лақтырды. Негізі Ғафуржан содан кейін бір аптадан кейін болған оқиға негізі. Иә, Ғафуржан дубль жасады негізі. Мұны допты тамаша тосып алды. Көрмей қалды негізі. Жоқ, енді жай кетіп бара жатқан доп қой. Көрмей қалды. Солай енді бір не болу керек қой. Өз-өзін ақтау керек қой. Соңында жүгіретіні қандай керемет. Мінекей жылдамдығы бір шама екен, статсын. Кеш секірді енді, сәл ертерек секіру керек еді, дайын болмады. Содан кейін бірақ енді 4 гол салып кетіп иә. 4 гол салып жеңді ғой енді. Иә. Шешуші кезеңде. Өте әдемі гол болды. Осы биылғы жылдың үздік автогол деп ойлаймын енді. Біз Қазақстан чемпионатында автогол, алаңнан қуылу, пенальти, стандарт жағдай биыл өте көп болды. Соның ішіндегі осы голды әдемі деп таңдап отырмыз. Осы арқылы футболдың жаңа қаралуына, көрермендердің қызығуына бір себепкер болатын шығар. Бірақ енді Еуропаның, Ресейдің мықты алпауыт медиа нарығына бұл гол шыға қоймады енді, шын айтқанда. Өткен жылы Тоқтар Жаңылышбайдың голы шығып бүкіл Еуропаға танымал болған еді. Қазақстанның Златаны деген атпен. Биыл мынау гол шықпады енді. Бірақ өткен Еуропада да талай осындай голдарды көріп жүрміз негізі. Англия құрама командасының қақпашысы сөйтіп гол жіберді ғой кезінде, білесіз. Енді тағы да бір қызықты оқиға бар. 22-ші турда тіркелді. Ең бір жанкүйерлер қатты талқылаған оқиға деп айтар едім осы чемпионатта. Чемпионаттың соңында болды, есте қалды. Бұл Шахтер мен Тобыл арасындағы матч 22-ші турда болды. Пенальти белгіленді. Төреші Арман Есмұратов. Қазір осы жерде көре отырайық. Бойы сәл ғана қысқа ғана Серікжан Мұжықов, бойы ірі 1.90 келетін Евгений Ткачукты құлатты осылайша. Сары қағаз алды. Арман Есмұратов пенальти берді. Пенальти берді. Бұл ойынның 86-ші минуты екен, мінекей көріңіз. Осы үшін пенальти беруге болады деп ойлайсыз ба? Жалпы өте қатты талқыланды енді. Ол гол салынып қойды, мінекей Арсен Хубулов салды. Осы голдың арқасында Қарағандылық клуб енді келесі жыл Еурокубок. Себептен себеп болып тұр ғой. Мінекей тамаша гол. Енді бұдан да зор құлап атқандарды көрдік талай. Әлем чемпионатында, жалпы ірі турнирлерде. Енді жаңа қазақ даласында өскен жігіт Серікжанның бір шында да ауыр тиген шығар енді. Осы қатты талқыланған оқиға болды, содан кейін көрсетіп отырмыз. Ол жерде енді матчтың жаңағы тағдыры шешілді ғой. 4-ші 16 содан кейін талқылаған шығар. Иә. Негізі білмеймін енді.
Енді оған құлауға да болады, құламауға да болады. Бірақ сол пенальти сәтті беруге де болады, бермеуге де болады Иә, дейсіз ғой иә. мына оқиғаға. Төрешінің әркімнің өз оқиғасы. Енді осы ортада Тараз бен Қайрат арасындағы осы соңғы турда да бір өте қызықты оқиға болды. Шын айтқанда бұл мынау әлем футболында жиі кездесе бермейтін оқиға. Ондайда видеоны қазір тамашалай отырайық, жаңа жылдық бір көңіл күйімізді көтеру үшін. Тараз бен Қайрат ойынында мінекей ойын тәртібі бұзылды Евстигнеевке қарсы. Бұл Евстигнеевтің де оқиға барысына тікелей қатысы бар. Ол құлап осылайша мінекей Айбдобын алды. Айбол Әбікен жетіп келді. Мынау 41-ші нөмірде Горан Біркич, 40-ші нөмірде тұр мінекей. Бұл да шабуылға араласқан, бастапқыда ол да құлағысы келген. Енді қызықты қараңыз. Осы Айбдобын тебу ұзақ процеске айналып кетті. Қазір мінекей. Екеуі таласатын ғой. Иә, ол енді қатты бір Айбдобы да болды. Мінекей Тони Сильва мен Біркич. Қандай керемет синхронды дейсіз ғой. Сосын Тони Сильва допты былай тебе салды. Екі футболшы бір-бірімен ерегесіп, мінекей жаға жыртысты. Тараздың екі ойыншысы. Мына жақта Қайрат шабуылдап жатты, негізі осы оқиғаның ортасында. Мінекей өзіңіз де байқап отырсыз. Және болмады енді. Оқиға ұзаққа созылып кетті. Евстигнеев іске араласты. Мінекей Тони Сильва Тараздың мықты ойыншыларының бірі ғой. Горан Біркич екеуі. Бұған енді қандай баға бересіз жалпы? Енді бұдан да зорын көрген бір осы әлем чемпионатының бірінде Ирландия құрамасы қателеспесем Италиямен ойнады. Сол кезде де осындай бір жаңағы Италияның шабуылында Италия шабуыл жасап жатыр. Ана екеуі бір-бірімен кәдімгі ерегісіп, екеуі де сары қағаз алып. Мінекей. Тура сол оқиға қайталанды. Тони Сильваға да Горан Біркичке де сары қағаз. Таразға бірден есебімен жеңіп жатыр, бірақ футболшылары бір-бірімен кикілжіңге түсіп жатыр. Ол енді Ирландия дегенше жаңағы Рой Кинді айтасыз ғой енді. Ол кісі де біраз командаластармен де, әріптестермен де, қарсылас команданың ойыншыларымен де, бапкермен де, Мартин О'Нилмен де баяғыда жаға жыртысқан кездері болған. Сол оқиға есімізге түсіп жатыр. Ал енді мынау осы Қазақстан чемпионатында тағы да бір есіңізде қалып кеткен, жалпы бұрын соңында көрген бір қызықты қандай оқиғалар бар. Сосын енді мен байқауымша көбінесе мынау жайдарман ойындарында қазақ футболының бір әжуағып, сынап, жаңағыдай бір күлкілі оқиғаларға мысал ретінде келтіріп жатады. Сондай бір қандай оқиғаларды айтасыз қазір? Енді бір аса бір қатты ондай бір әжуа қылатындай ойын болған жоқ. Негізі айтпақшы бірінші лигада ең гол 6 гол соққан Стенли деген жігіт бізде ойнады, екінші орын алды. Арыс па? Арыста ойнайтын жігіт, сол бізде Оралдың Грантен командасында ойнайды. Ол тек бір жыл емес, биыл ғана емес, ол 2 жыл ойнап жүр сол құрамада. Стенли Нкоби деген ойыншы ғой. Иә, Стенли аты, мен оны Стенли, иә. Қандай екенін білмеймін. Сол енді оны кейін футбол ойнайтынын білдім мен. Оны қайдан сұрап жүрмеймін. Кейін жақында бір әлеуметтік желіге шығып, осындай деп атап атқан кезде таң қалғаным бар. Жайдарманда да футболшылар табылып жатыр. Бізден де бір чемпион болмаса да мына жақта бомбардир болған жігіт бар екен ғой деген. Сол Арыс командасы келесі жылы Қазақстан премьер-лигасында ойнауы мүмкін. Әлі нақты қабылданған жоқ. 14 командаға ұлғайтамыз дейді. Ақжайық та, Арыс та, Ақтөбе мен Атырау сияқты шығып кетуі мүмкін. Сосын енді биыл мен бір тағы күтіп едім, енді оны бір жыл жауып қоя салды. Негізі 2 топта ойнады ғой бірінші лига. Сол екеуінің бірінші орын алған топтарды бір-бірімен ойнатып чемпионды анықтау керек. Ол қалып кетті шынымен де рас. Ал енді мынау бағдарламамыздың соңында енді сізге алғыс айтамыз. Осы бағдарламамызға келгеніңізге, жалпы мынау жаңа жылдық көңіл күйімізді, біздің Қазспорт арнасының көрермендерінің көңіл күйін көтеріп, біршама жаңа қызықты әдемі голдарды да көрдік, бір-бірін құлатып жатқан күрескерлерді де көрдік, жасыл алаңда автоголдарды да, пенальтиді де көрдік. Енді мынау Қазспорт арнасының көрермендеріне келе жатқан сиыр жылы дейміз, 2021 жыл, соған байланысты қандай бір тілегіңізді білдіресіз футболшыларға деген? Иә, жалпы сиыр жылы ол менің жылым. Жалпы сиыр жылы ол мол жыл, молшылыққа толы жыл болады дейді. Қазақ футболы жақында біздің ұлттық құраманың бапкері ауысты, жастар құрамасының бапкері ауысты. Жалпы қызыққа толы ойындар көп болсын. Қазспорт арнасында
осы ел чемпионатының барлық матчын мүмкіндігінше көргеніміз дұрыс. Жаңағы ойын алдында, сосын ойынды қорытындылау, бағдарламалар сараптау деген бұларда былайша айтқанда кішкене көрерменнің көзін ашуға, жан-жақты болуына септігін тигізіп жатады. Сол ақ мол болсын дейді ғой, футболымыз голға мол болсын, әр матч сайын гол болсын. Ұлттық құрамамыз енді сол үміт, сол баяғы бізді жетелейтін үміт. Жақсы жеңіп кетсін. Сонымен қатар тек қана футбол емес, мынау Олимпиада ойындары өтсе екен, Еуропа чемпионаты өтсе екен, және дұрыс кәдімгідей стадионға барып футбол көрейік. Енді сағынып қалдық. Сол 21-ші жылы стадионға барып отыратындай жағдайға жетейік десеңізші. Сол Карантин бітіп. Сондай жағдай. Рахмет жалпы Есаға бағдарламамызға келіп пікіріңізді білдіргеніңізге. Қадірменді көрермендер, ендеше бізде бағдарламамызды осы ортадан аяқтайық. Келіп жеткен жаңа жыл құтты болсын. 2021 жылы барлықтарыңыз табысқа кенеле беріңіздер. Ендеше жеңісті күндерде жүздескенше ағайын.